Абайдың 43-ші қара сөзі. Адам оғлы екі нәрседен. Бірі тән, бірі жан. Ол екеуінің орталарында болған нәрселердің қайсысы жебелей, қайсысы кәсіби, оны білмек керек. Ішсем, жесем демектің басы жебелей. Ұйықтамақ та соған ұқсайды. Аз ба көп пе білсем екен, көрсем екен деген арзу, бұлардың да басы жебелей. Ақыл, ғылым бұлар кәсіби. Көзбенен көріп, құлақпенен естіп, қолменен ұстап, тілменен татып, мұрынменен ескеп, тыстағы дүниеден хабар алады. Ол хабарлардың ұнамдысы, ұнамды қалпыменен, ұнамсызы, ұнамсыз қалпыменен, әр нешік өз суретіменен көңілге түседі. Ол көңілге түсіруші бағанағы 5 нәрседен өткен соң, оларды жайғастырып, көңілде суреттемек. Ол жанның жебелі қуаты дүр. Бір ұмытпастық жақсы нәрседен көңілге жақсы әсер хасил болып, жаман нәрседен көңілге жаман әсер хасил болу секілді нәрселер. Бұл қуаттар әуелде кішкене ғана болады. Ескеріп баққан адам үлкейтіп ұлғайтып, ол қуаттардың қуатын зорайтады. Ескерусіз қалса, ол да қуаттың қайсысы болса да жоғалады. Тіпті жоғалмаса да аз-мәз нәрсе болмаса, үлкен еш нәрсеге жарамайтын болады. Кім сырттан естіп білу, көріп білу секілді нәрселерді көбейтіп алса, ол көп жиғаны бар адам. Сынап орындасын, сынап орынсызын бәрінде бағанағы жиған нәрселерін есеп қылып қарап табады. Бұлай етіп бұл харекетке түсірген адамды ақылды дейміз. Құдай тағала өзі ақыл бермеген соң қайтейік? Демек Құдай тағала сеніменен мені бірдей жаратып па? Демек Құдай тағалаға жала жауып өзін құтқармақ болғандығы. Бұл ойсыз, өнерсіз, надан адамның ісі. Оған Құдай тағала көрме, есітпе, көрген, естіген нәрсеңді ескерме, есіңе сақтама деп пе? Ойын күлкіменен, ішіп жемек, ұйықтамақпен, мақтанменен әуре бол да, ішіңдегі қазынаңды жоғалтып, хайуан бол деген жоқ. Кейбіреулер айтады, ақыл жебелей болмаса да, талап жебелей. Талап берген адам ақылды тапты, талабы жоқ кісі таба алмайды, дейді. О да бекер. Талап балада да бар, оған талас қылуға болмайды. Бағана айттық қой, қуаты басында кішкене болады. Ескермесе жоғалып та кетеді. Ескерсе күтіп, айналдырса зорая түседі. Жан қуатыменен адам хасил қылып, өнерлері де күнде тексерсең, күнде асады. Көп адам тексермесең, тауып алған өнеріңнің жоғалғандығы және өзіңнің ол мезгілдегіден бір басқа адам болып кеткеніңді білмей қаласың. Қай жоғалған өнер, ал мен жоғалдым деп хабар беріп жоғалады. Енді қусаң бағанағы әуелгі табуыңнан қиынырақ тиеді. Жан қуаты дейтұғын қуат. Бек көп нәрсе бәрін мұнда жазарға уақыт сыйғызбайды. Бірақ әрбір өнердің тыстан тауып алып, ішке салғанын, соның тамырын берік ұстап тұруға жараушы еді. Көп заман ескермеген адамнан ол бағанағы өнердің өзінің ең қызықты, қымбатты жерлері жоғала бастайды. Онан соң көп заман өтсе, сол өнерді сақтайтұғын қуаттың өзі де жоғалады. Онан соң қайта кәсіп қылуға болмайды. Бұл қуаттың ішінде 3 артық қуат бар. Зинхар соны жоғалтып алу жарамас. Ол жоғалса адам оғлы хайуан болады, адамшылықтан шықты. Біреуі орысша подвижный элемент деп аталады. Ол не нәрсе? Не көрдің, не естідің, әр нешік білдің, соны тездікпенен ұғып, ұққандықпенен тұрмай, арты қайдан шықты, алды қайда барады? Сол екі жағынан да ақылды жіберіп, қармаққа тез қозғап жібереді. Егер бұл болмаса, көп білуге, көп оқу оңды пайда бермейді. Керекті уақытында ойламай, керекті уақытында қылмай, керекті уақытында айтпай, дәйім уақытынан кеш қалып, әй әттеген-ай, үйтуім, бүйтуім екен деп өмір бойы ғафил болып ақ отырғаның. Біреуден орысша сила притягательная однородного дейді. Ол бір нәрсені естіп көріп білдің.
Хош келді, қазір соған ұқсағандарды тексересің. Түгел ұқсаған ба, яки бір ғана жерден ұқсағандығы бар ма? Әрнешік сол ескі бір келіскен жері бар нәрсенің бәрін ойлап, білгендігінен тексеріп, білмегенін сұрап, оқып, бөтеннен хабарланып, білмей тыныш таппайды. Үшіншісі орысша впечатлительность, сердце дейді. Яғни жүректі мақтаншақтық, пайдакүнемдік, жеңілдік, салғырттық, бұл 4 нәрседен кірлетпей таза сақтаса, сонда сырттан ішке барған әр нәрсенің суреті жүректің айнасына анық, рәушан болып түседі. Ондай нәрсе тұла бойыңа жайылады, тез ұмыттырмайды. Егер де бағанағы 4 нәрсемен жүректі кірлетіп алсаң, жүректің айнасы бұзылады. Яғни қисық я күңгірт көрсетеді. Енді ондай нәрседен оңды ұғым болмайды. Әрнешік тән қуатыменен сырттан тауып, сырттан сақтаймыз. Оның аты дәулет дейді. Оның да неше түрлі кеселі, кесапаты бар. Әр нәрселерін білмесең, сақтай алмаушы едің ғой. Соған ұқсаған іштегі жан қуатыменен жиған нәрсенің аты ақыл, ғылым еді ғой. Соның да неше түрлі кеселі, кесапаты тиер нәрселері бар. Оны білмесең, бақпасаң, айырласың. Және әрбір жақсы нәрсенің өлшеуі бар. Өлшеуінен асса жарамайды. Өлшеуін білмек бір үлкен керек іс. Ойланбақ жақсы іске тіпті салынып кеткен кісі ойын байлай алмай, қияли болып та кеткені болады. Ішпек, жемек, кимек, күлмек, көңіл көтермек, ұшпақ, сүймек, мал жемақ, мансап іздемек, айлалы болмақ, алданбастық, бұл нәрселердің бәрінде өлшеуі бар. Өлшеуінен асырса, боғы шығады. Ненің қызығын көп іздесең, соның күйгін бір татасың деген. Баз махфи олмая, ол мен айтқан 3 қуаттың ішінде екеуі, яғни сила притягательная однородного, бірлән подвижный элемент. Бұл екеуі қосылып тура тұрған нәрсе. Күллі пайда да бұлардан шығады. Уа күллі зарар да бұлардан шығады. Мансап сүйгіштік, мақтаншақтық, ашуланшақтық, өтірікшілік, осыған ұқсас әрбір маскүнемдікке тартынып, құмар қылып ақылдан шығарып жіберетіндігін нәрселер осы екеуінен болады. Бұларды түбегейлегенде жақсы нәрселерді түбегейлетіп, жаман нәрселерден, яғни жоғарғы айтылмыш секілді адамшылықтан шығып, құмарпаздыққа салып жіберетіндігін нәрседен бойды ерте тыйып алуға керек. Пайда залалды айыратындығын қуаттың аты ақыл еді ғой. Бір ақыл, қуат бірлән, мұны тоқтатып болмайды. Хәм ақыл, хәм қайрат, екі мықты қуат қосылып тоқтатады. Ол екеуі кімде бар болса, бағанағы екі қуаттың екеуі де аз болса, яки бірі бар, бірі жоқ болса, бағанағы екі қуаттар бір басы қатты асауат, жүгенсіз тауға ұрама, тасқа ұрама, суға ұрама, жарға ұрама, Құдай білсін, әйтеуір жолда көрген есті ақыл дұрыс адамдар әлі де сұрамайда қалады. Сенде серік жоқ. Екі етек жайылып, екі көзің аспанда масқара болып кеткенің өлгеніңше.